899 есеп. Бұл жерде дөңгелек 3 секторға бөлініпті. Оның 2 секторының бұрышы бірдей, ал 3-ші бұрышы осы бұрыштардың әрқайсысынан 2 есе артық дейді. Осы секторлардың бұрышы неге тең? Қайтадан біздер шеңбер сызайық, дөңгелек сызайық мына жерден. Мынандай дөңгелегіміз бар болсын. Оның ортасы О нүктесі, және бұл 3 секторға бөлінген. 1 бөлік және 2 бөлік. 3 секторға бөлу үшін біздер 3 радиус саламыз. 1 радиус, 2 радиус және 3 радиус. Бізге айтып тұрғаны, мына бұрышпен бірінші сектор мен екінші сектордың бұрыштары тең. Белгілейік А, Б, С болсын. Бізге айтып тұрғаны бойынша АО, Б тең болады, АО, Б бұрышы тең болады БО, С бұрышына дейді. Және 3-ші бұрышы осы бұрыштардың әрқайсысынан 2 есе артық дейді. Мына 3-ші бұрышы. Бұны қалай белгілейміз? Бұны біздер АО, С бұрышының сыртқы жағы деп есептейік. Бұл бізде мына бұрышқа 2 есе үлкен дейді. 2 көбейтілген АО, Б бұрышы дейді. Енді бізге осы бұрыштар қандай екенін табу керек. Табу үшін біздер білетініміздей, мына толық бұрышымыз 360 екенін білеміз. Сонда біздің 360 тең болады. Мына бұрыш біздер x десек, мына екінші бұрыш оған тең болғандықтан бұл бұрышта x болады. Ал мына бұрыш бізде ол x-тан 2 есе артық деген сөз, сондықтан 2x болады. Енді x арқылы өрнектегендеріміз мұнда жазайық. x, мынаны AOB қосылған x, мына BOC бұрышымыз, және қосылған 2x, мына AOC бұрышы. Қосылған 2x. Сонда тең болады, бізде неше болады? 4x болады. Бұдан x тең болады 360 бөлінген 4, яғни 90 градусқа тең екен. Яғни мына біздің әр бұрышымыз 90 градусқа тең екен. Ал мына қалған бұрышы 180 градусқа тең екен. Үшіншісін шығарайық бұлардың, екіншісі ұқсас шығар. 2 бұрышын 175 градус құрайтын етіп шеңбер 4 секторға бөлінген. Егер қалған 2 сектордың бұрыштарының градустары тақ сандар болса, осы 2 сектордың бұрыштарын табыңдар дейді. Қайтадан бұның шеңбер дөңгелекті сызайық. Осындай дөңгелек болсын. Мына жерде центрі бұның О нүктесі болады. Енді оқиық қайтадан. 2 бұрышын 175 градус құрайтын етіп шеңбер 4 секторға бөлінген. 4 секторға бөлінді дегеніміз біздің 4 радиус салынды деген сөз. 1 радиус, 2, 3 және 4-ші радиус салыныпты. Егер қалған 2 сектордың бұрыштарының градустары тақ сандар болса, осы 2 сектордың бұрыштарын табыңдар. Бізге айтып тұрғаны бойынша 2 сектордың бұрышының қосындысы 175 құрайды екен. Яғни мысалға мына екеуінің қосындысы бізде 175 градус болсын. Белгілейік А, Б, С, Д болсын. Бізде О бұрышы бұл 360 градусқа тең екенін білеміз, мына толық бұрышымыз. Енді қарайық, АО, Б бұрышы қосылған BOC бұрышы нешеге тең? 175 градусқа тең екен. Егер қалған 2 сектордың бұрыштарының градустары тақ сандар болса дейді. Яғни мына мен мына сектордың бұрыштарының градустары тақ сандар болса, осы секторлардың бұрыштарын табыңдар дейді. Енді осыдан шығарамыз. Бізде 360 азайтылған 175. Бұл нені береді? Ол мына толық шеңберден мына секторды азайтып тастағанды береді. АОЦ толық бұрышын азайтып тастағанды береді. Сонда бұл бізде 360-тан 175-ті азайтқанда 185 градус болады. Енді біз көріп тұрғандай, мына жерде 185 градус шықты. 185 деген бұл мына АОД бұрышы және ДОЦ бұрышының қосындысына тең. Мына жерге жазайық. АОД бұрышы мына сырт жағынан қосылған
ДОЦ бұрышына тең. Бұл 185 градус еді. Бұлардың әрқайсысы тақ сандар дейді. Бірақ бізде мына 185 деп тұр. Егер екеуі де тақ болатын болса, бұлар екеуінің қосындысы жұп болатын. Ал мына жағдайда бізде 185 тақ сан. Сондықтан бізден шығатын тұжырымымыз бұндай жағдай мүмкін емес деп айтамыз. Мысал ретінде, мысалы, сендерде 1 мен 3 болатын болса, екеуінің қосындысы, екеуі де тақ сан, бірақ екеуінің қосындысы 4 жұп сан болатын. Кез келген басқа санды алсаңдар да, ол екі тақ санның қосындысы жұп сан болатын. Ал мына жерде 185 бізде тақ сан болып тұрғандықтан, қалған екі сектордың бұрыштары тақ сандар болуы мүмкін емес. Сондықтан оған жауап жоқ деп айтамыз.